Баршаңызға сәлем. Осындай қытырлақ керемет фридің рецептімен бөлісетін боламын. Өте сәтті шығатын фрилердің бірі. Ол үшін бізге осындай картоп керек болады. Картопты осылай 4 жағында бірдей етіп кесіп аласыздар. Бұл не үшін? Бұл жаңағы фриіміздің формасы керемет әдемі шығу үшін осылай кесіп аласыздар. Одан соң осылай ұзынша етіп картоптарыңызды кесіп аласыздар. Қалыңдығын осылай қатты қалың емес, дәл осы видеодағыда көрсетілгендей етіп істесеңіздер, қатты майда болып кетпейді. Алдын ала су қайнатып алыңыздар. Менде су қайнады. Енді оған 1,5 ас қасық тұз қосып, картопымызды салып, барлығын 3 минуттай қайнатып аламыз. Қайнаған осылай бөлек ыдысқа салып, сүзіп аламыз. Сүзіп алғандан кейін оны мұздай салқын суға осылай қатты езіліп кетпес үшін бір жуып аламыз. Міне оны да осылай бөлек ыдысқа саламыз. Салқын судан кейін салып болғаннан кейін мен осындай кукурузный крахмал қолдандым. 4 ас қасық кукурузный крахмал саласыздар. Егер де картоптарыңыз осылай азғантай болатын болса, 2 ас қасық жаңағы фрилеріңіздің көлеміне қарай сала бересіздер. Менде көп болғаннан кейін 4 ас қасық салдым. Одан кейін қызарып, әдемі түр рең беру үшін паприка қолдандым. 1 ас қасық паприканы қосып, қолмен емес, осылай ыдысымызды осылай айналдыру арқылы бір-бірімен араластырасыздар. Міне осылай айналдырып алдым. Міне мен оның картопты холодильникке 6 сағатқа қойып қойдым. 6 сағаттан кейін қатты қызып тұрған майымызға осылай 3 минут қуырып алатын боламыз. 3 минут қуырып алғаннан кейін осындай ақшыл сары түске енгеннен кейін аласыздар да. Содан соң қайтадан оны кішкене 20 минут ұстап, суыған күткеннен кейін тағы да қызып тұрған жаңағы майымызға екінші рет тағы қуырып аласыздар. Сонда сіздердің фрилеріңіз өте хрустящий, керемет болып шығады. Міне мен екінші рет салып қуырып алып жатырмын. Осы жерде міне қараңыздар, қып-қызыл әдемі болып шығыпты. Осылай дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет шығады және де хрустящий болып шығады. Барлығын қуырып алғаннан кейін бөлек ыдысымызға барлығын біріктіріп, приправаларымызды салатын боламыз. Егер приправа қоспайын десеңіздер, осы күйде де жесеңіздер болады. Себебі мен жаңағы қайнаған суға тұз қосқан тұғым дәмі кіріп тұрады. Осындай көк петрушканың құрғақ түрін және де паприканы қосып, дәл осы тәсілмен араластырсаңыздар, фриларыңызға рең береді, әрі дәм әдемі болып кіріп тұрады. Міне менің фриім дайын болды. Менің балапандарыма өте қатты ұнады. Керемет болып шықты. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп қолдап кетіңіздер. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.